кім боласыз сіз? Я на казахском не умею разговаривать. Если вы... Мен орысша түсінбеймін. Я тоже не умею, тогда у нас не получится. Неге? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Чайларыңыздың бағасын білейін деп едім мен. Я вас попросила выйти. Ау. Откуда выйти? Из Гранд-парка, что ли? Нет, из моего отдела. Мы же в нем не зашли же. Не ұнамайсың. Қазақ тілін сыйламайсың ба не? Қазақ тілін Болды, сол қазақ тілі үшін. Жоқ, намыс жоқ па сендерде ма? Орысша жазып қойғансыңдар. Қалай разница жоқ? Намыс болу керек қой адамда. Ақшаға ғана жұмыс Ақшаға істейсің. өліңдер ма бәрі? Иә. Иә. Лопты, братан, рахмет. Қазақша бар ма? Иә. Жоқ, тек орысша ма? Сіз бастықтарына айтыңыз. Орысша болса бола берсін, бірақ заң бойынша 21-ші бап тіл заңдары қазақша болу керек. Жарай ма? Бастықтарына айтыңыз. Қазақстанда жүрміз ғой енді, мемлекеттік тілі, ана тілі. Сізде мынандай ескерткіш. Сізде тек орыс тілінде, тек. Мына жерде бар қазақша, мына жерде жоқ, мына жерде жоқ. Сол үшін бастықтарына айтыңыз, басыңызды қазақша сезін. Мемлекеттік тіл заң бойынша, жарай ма? Или сізде бар ма? Бар болса, сөйле салыңыз. Асмәзір. Бізде бәрі Сол қазақша жоқ, не? Болу керек. Бастықтарына айтыңыз. Сосын кесіп. Мемлекеттік тілде қазақша бар ма? Бәрі. Міне, мына жерде бар, е? О. Ага. На орысша. Мына жерде. О, жақсы. Не, бар екен, жақсы. Ризамыз. Жайчықтар. Пауза қоя сал өзі. Орыс тілінде, Мына жерге. мемлекеттік тілде ақпарат жоқ. Устный донор дейді. Сізде мынау арасында тек орысша ма? Қазақша жоқ па? Қазақша жоқ па? Тек бір Россияда жүрген сияқтымыз, е? Мына кісілер не дейді, бар деймін? Нет, достаточно того, что вы скажете человеку, что да, надо дублировать, приходили люди, проверяли. Но мы не с контролирующим органом, мы просто граждане, которые, да, прогуливались. Да. Вот. У меня муж, дети, мама не знает русского языка, она не сможет здесь получить. Понятно, да, наши все попытки старания. Все, спасибо. Только передайте, если все уже... Осында істейсің ба? Қазақ тілі қайда? Мемлекеттік тілі. Асмәзір, меню на казахском где? Покажешь? Спроси. Да, спроси. Они все говорят через неделю уже. Через неделю надо подойти еще раз. Ну, я не знаю, неделю или через неделю, когда будет. Я пришел, я хочу видеть. Все? А дальше? Мне надо бар. Бар. Так, лазеровка. Самое образцовое, вот, загрузочное. Нет, Қазақ. Пиано Павлода бар, е? Жарайды? Пойдемте. Тыңдайық та, Пойдемте. тыңдайық. А что это вы устроили? Жүріңіз. Пойдемте.
Чакырып кетсин мына камерамен. Мы будем здесь. Они нас могут туда назвать, мы не обязаны ходить за ними, понимаете? Если им что-то надо, өздері келеді бізге. Сол, пойдемте туда-сюда, өздері табалады надо. Жүріңіздер, өзім. Ғана. Азизан маған звондап. Эфирді өшіп. Ну, все, Срывает, да? Конечно. Уағалейкум ассалам. Сіздердің рұқсаттарыңыз бар ма? Не бойынша? Қандай? Мынау түсіріп жатқандарыңызға. Рұқсат керек емес қой бізге, заң бойынша. Қандай заң сіздер? Тұтынушылар туралы заң бар, конституция бар. Заңдарды Мына білесіз. жерде частный болмайды. Қандай заңдар жазылған ол? Полиция шақырыңыз. Полиция шақырыңыз. Келсін. А вы кто? Вы представьтесь хотя бы, кто вы такие? Сіз кім боласыз? Я на казахском не умею разговаривать. Если вы... Мен орысша түсінбеймін. Ну, я тоже не умею, тогда у нас не получится. А, вы из этого Сіздің националист? сіздің дүкеніңізде ақпарат жоқ, қазақ тілінде ақпарат жоқ. Милицию вызываете? Вызывайте. Все тогда, пойдемте. Не, Бутик какой у него? А вы подождите милицию сначала. У меня еще друг с КНБ, я сейчас тоже ему позвоню. Милиция у меня уже ваша. Кім ол? Досыңыз кім болады, досыңыз? Как зовут КМБ его? А я не разговариваю. Не надо с ней разговаривать. Пойдемте дальше, елки-палки. Я вам сколько говорю. Орысша бәрі, иә? Орысша ма, да? Иә, қазақша жоқ. Бауырым. Круассан с курицей. Иә. Бауырым, бастықтарын айт. Заң бойынша 21-ші бап тіл заңдары мемлекеттік тілде болу керек, жай ма? Өзіміз қазақ тіліміз. Я тура осындай табличка, бірақ та тауық етімен круассан деп құрамын жазып қойсаң қазақша болды ғой. Жоқ, сен айту керексің ғой бастан. Алейкум ассалам, армысың. Сендерде аудармашы бар ма? Әр қазақстаннан аударып береді, аударып беріп отырады. Сіздер қандай дейміз? Біз Қазақстан Республикасының азаматымыз. Мен түсінбеймін да орысша. Иә, қазақ тілде қайтарылу керек па? Негізі қазақ тілде болу керек, бірақ та орыс тілде қайталау керексің. Бастықтарына айту керек оны. Администрацияны шақырасың ба? Процентті шақырып алақан. Көп. Как келеді дейді администратор? Айтайын, ескер. Иә. Короче, ешқандай жоқ, да? Қазақша көрнекті ақпарат жоқ. Көрермендер өздеріңіз көріп тұрғандай. Сулпак дүкені, Гранд парктың ішіндегі Сулпак. Бәрі қазақ тілде болу керек. Негізі қазақ тілде болу керек. Сосын орыс тілде қайталау керексіңдер. Болды. Сендер де заң бұзып жатсыңдар. Түсінесіңдер ма? Иә, соны айт. Бір жеткеннен кейін жаңа баға көрсететін қағазыңызда қазақ тілде мәлімет жоқ. Бәрі орыс тілде. Жай қоғамдық белсендіміз, жай өтіп баратқан жақыннан өтіп баратқан азаматымыз. Заңды білеміз. Заңды білсеңіздер. Міне мысалға мына колбаса Стародворье дейді. Қазақша ақпарат жоқ қой осы жерде. Оригинальная. Кез келген міне сосискиді алып қараңызшы. Қазақша мағлұмат жоқ. Маған ең басты сосын Қазақстанда шығарылған несі жоқ. Сделано в Казахстане. Сделано в Казахстане деген ол. Жоқ, ол бағада жазылу керек. Сіз заңды білесіз, менен де жақсы. Бағаның несінде болу керек. Бағаның мына жерінде ол жерде жазылмайды. Жазылады. Бұл жерде қазақша Қазір орысшасы тікелей жазылады. эфирдесіз. Тікелей эфирдесіз. Оны айтқанша дейін тексеріп алыңызшы сол заңды. Көрейін. А сіз маған көрсетіңіз. Мен келесі болмаса Қазақстан деп, Қазақстанға шығарылған деп, мен милиция шақырам болды, мен
тиме көрсетейін қазір. Кызы деп Сіз маған көрсетіңіз, я. Көрсетіңіз, я сон. Я кз деп жазылады. Я мен не дауласып отыр, жайдан жай. біздің IT отделдар. Еш қайсында жоқ. Біз жағы Сосын қазақ тілінде жоқ, сосын қазақ. басында қазақша, орысшасы, ағылшын жазасың. Енді мен ценниктер. Сізге мерзім берейік енді осы магазинге. Беріңіз, жарайды. 1 жетінің ішінде, я? 1 жеті ол, 1 жеті енді 10 болмайды. күн. Продолжительно традиционно зона приема заказа. Bir aydan keyin kelemiz onda. 1 aydan keyin bo'lmasa, unda militsiya chaqiramiz. O'zimizdan және оңтүстік балық. Ол Түркістан облысы Сарыағаш. Жақсы. Мынау баға айтып бересің ғой, баға. Цена. 1200, иә? Жақсы, ризамыз. Міне осындай орыстар болды. Жүріңізші ана кісіге бір. Неге? Сәлеметсіз бе? Чайларыңыздың бағасын білейін деп едім мен. Я вас попросила выйти. Ау, Откуда выйти? Из Гранд-парка, что ли? Нет, из моего отдела. Мы же в нем не зашли же. Ну, замечательно. В общем, вы против закона Казахстана, правильно? Я не против закона Казахстана. У нас что вы так все криво на реагируете? банках написано. Я вам не говорю про банки, я вам говорю вот про визуальную информацию. Вот английский завтрак вы написали, вот. көрнекті ақпарат қазақ тілінде болу Что керек здесь қой. непонятно? Мен түсінбеймін, мен орысша түсінбеймін. Завтрак деген қазақ тілін. Все на банках написано, все Жоқ, прекрасно. қазақша Завтрак это же- мемлекеттік тілде жоқ па не ақпарат? Сіз кімді провокатор деп айтып тұрсыз? Жарайды, кетесіз. Алматы, нам сколько работы здесь еще? Походу, мен бір жыл осында тұрамын, кажется. Міне мында да қазақша ақпарат жоқ, мемлекеттік тілде ақпарат жоқ. Маған бәрін қазақша аудару керек қой. Қазақша мәлімет керек негізі бірінші мәрте. Сосын орысша. Көрнекті ақпарат. Заңды бұзып Біз Қазақстан Республикасының азаматымыз, тіл туралы заң бойынша 21 бабында көрсетілген кез келген маңдайша көрнекті ақпараттың бәрі мемлекеттік тілде болу керек ең алдымен. Одан кейін орыс тілінде қойсаңыздар болады, қоймасаңыздар да болады деген сияқты заңда бар. Өздері қазақ тілінде болу керек. бірінші. Мысалы, сізде Сон- қарашы, тетра. Дәптерді, иә, кіретін көрсетеді. Сөйлескісі келмейді ойын. Сен өз адамдарыңа өздерің келіп мына жасап жатсыңдар ғой. Мына бүкіл Гранд-паркқа барсаңдаршы мына. Бүкіл бәрін аралап келатырмыз. Ұрысасыздар сіздер? Ұрысыватқан жоқпыз. Біз А неге агрессиямен нетіватсыз? Мен просто заң Просто рабочий субординация сізде жоқ болды бірінші. Біз клиентпіз. Жоқ, Сендерде рабочий субординация болу біз керек. жұмыста Қалай емес. клиент емес. Сосын ценниктен жаңа Қазақстанда сіз шығарылған кімсіздер? Мысалы, мен Біз тұтынушымыз. Потребители. Тұтынушы деген түсінесіздер ме? Закон о защите. Тұтынушыға құжат керек емес қой. құжаттары бар. Жалпы любой клиент келіп телефонмен атыстырмайды ғой. Заң бойынша солай. Тұтынушы туралы заңды оқысаңыздар, сіздер адамдармен жұмыс істейсіздер. Мен міндетті емеспін сізге удостоверение. жазу керек сізге. Любой клиент айтады. Шақырыңыз. Как понять? Не Этого докапываться. должно хватить, ребята. Показывают нарушение закона. Шақырыңыз. Не қараңыз, өзіміз қазақтар осылай реакция жасайды. Охрана. Номер жазып беріп алыңызшы. Таласын салып берейін қазір. Өзіміздің қазақтар осындай қарсы шығады. Енді сендерден қарасаң бәрі қазақ орысша. Не болып жатыр? Мұнда жүріңізші көрсетейін мен сізге. Сіз күзетте істейсіз ғой осында. Мұнда тұтынушылар туралы заңның 21 бабы бойынша мемлекеттік тілде қазақ тілінде ақпарат болу керек. Мұнда ақпарат жоқ. Біз сол бойынша мұнда сатушыларға айтып жатырмыз. Түсініп жатсыздар ма? сіздер қайдан шығарып тұрсыздар? Мен айттым, удостоверениені көрсетіңіз. Удостоверение көрсетуге міндетті емеспін. Я міндет емеспін мен сізге. Біз тұтынушымыз, біз тұтынушы. Мен полицияға ғана көрсетемін. Мені түсіріп тұрасыз еще, иә? Сіз жұмыс орындасыз ғой. Кім екен?
Прямой эфир ғой. Kesin kesin. Прямой эфирға мен түсіретін. Жоқ, біз заңды бұзылғанын түсіріп отырмыз. Жоқ, неге онда сендер А сіз осы заң қандай жаргон? Қараш қалай? Агрессиямен келіп, Жоқ, ана жақта бәрі жазылып тұр. Агрессия қазір сізден болып тұр ғой. Агрессия бірінші сізден басталды. Агрессия сізден болып тұр ғой. Сіздерден басталды агрессия. Біз нормально түсіндіріп отырмыз. ер адамдар салмақ сөйлей алмайды. Ер адамдар сөйлей алмайды. Жаргонмен сөйлеп тұрсыз ба? Қандай жаргон? Боқтадың ба? Обязательно Боқтадың ба сіздерді? Менде тікелей эфир болып отыр. маған бәрібір. Маған да бәрібір, өйтіп сөйлеме маған. Неге онда агрессиямен А немене өзің агрессиямен? Сен агрессиямен сөйлесең мен қалай өзің сөйлеймін? бастадың ғой? Өзің бастадың, мен саған дұрыстап нормально айтып отырсам. Қайда дәптер қайда сендер? Сендер өздері ұялмайсыңдар. Сіздер ұялмайсыздар ма? Намыс қайда? Намыс қайда? Қазақша ақпарат қайда? Мемлекет қандай? Мемлекеттік тіл қандай? Тыңдап тұрмын. Көрнекті ақпарат деген түсінесіз ба? Мына баға көрсеткіші мемлекеттік тілде болу керек. Ау, мен орысша түсінбеймін. Мен құқығым шектеліп тұр. Тұтынушы ретінде. Мен тұтынушымын, мен мында тауар сатып алуға келдім, мында бәрі орысша. Мен түсінбей жатырмын, мынау не екенін түсінбеймін. Оқиын десем орысша бәрі. Қалай, мен не істеуім керекпін? Айтып түсіндіріңізші. Енді ол тауар солай келсе, қалай солай келді? Заң бойынша мен сізге түсіндіріп жатырмын. Тұтынушылар туралы заңның, тіл туралы заң 21-ші бабы бойынша мемлекеттік тілде болу керек. Мен түсінбей жатырмын, мынау қандай тауар? Мында бәрі орысша. Мен орысша түсінбейтін азаматпын өзім. Соны айтып түсіндірсеңізші, мына сатушыларға айтып түсіндірсеңізші. Айқай-шусыз жаймен болады. Жоқ, айқай-шу өздері шығарып жатыр ғой. Қайсы кісі? Қандай не жоқ. Жоқ, мына біз шақырып отыр, біздің жұмыста енді барып айтып отыр. Ол любой жерде қазір мынаның өзі сет магазин по 50 мысалы. Например, Названияға не қойылмайды. Соның бәрін түсіндіру керек, айту керек. Тек бізге блогерлерге ғана емес. Ассалаумағалейкум. Қараңызшы, сізде ақпарат келіп орыс тілінде. Қазақша жоқ. Заң бойынша қазақша болу. Орысша болса бола берсін, жақсы емеспіз. Бірақ мемлекеттік тілде қазақша болу. Мемлекеттік тілге барып айтасыз. Тұра тұр. Қандай? Түсірмей ақ қойыңызшы деп біз жұмысшымыз. Жоқ, ал түсінікті бастықтарына айтыңыз сонда. Егер сіз жай жұмыскер болса, бастыққа айт. Қазақшада істесін, мына жерде іліп қойсын. Қазақстанда жүрміз. Мен оны танымаймын ғой, сен оны танисың. Айғайлап отқан жоқ, түсіндіріп жатырмын. Ораза, ол сен оразасың. Мен ораза ұстап отқан жоқ. Сен дінді түсінбесең, сен мен қазақша причем здесь дін, мына жерде заң бұзылып тұр. Причем здесь дін? Сен маған дінді тұқпай ақ қой. Дінді түсінбей Причем здесь дін? Дін, причем здесь? Мен саған заң бойынша айтып тұрмын. Енді бастық айтпайсыз ба? Мен бұл жерде мен сені бастықты танымаймын. Сен айт бастыққа, мына жерге елсін. Гранд парктың бастығына барған. Кім ол? Шақырыңызшы, кім білмеймін, танымай ғой. Паркқа барсыз жастық администрацияға отырған. Жерге барып айтып. Мен вообще міндет емеспін. Ан жаққа, мына жаққа баруға. Бізге айтпай ақ қойыңыз. Қалай? Сен кімсің? Сен кімсің өзің? Біз продавецпіз. Жоқ, сен қай бутикте отырсың? Қай бутикте? Неге сіздерге айтпау керек? Бұл заң бұзушылық қой. Че, не ұнамайды саған? Қазақ тілін сыйламайсың ба не? Қазақ тілін сыйламайды. Болды, сол қазақ тілі үшін. Жоқ, намыс жоқ па сендерде? Орысша жазып қойғансыңдар. Қалай разница жоқ? Намыс болу керек қой адамда. Ақшаға ғана жұмыс істейсің. Ақшаға өліңдер ма бәрі? Иә. Бопты, братан, рахмет. Ақша ғана керек дейді, тіл керек емес дейді. Қазақ тілінде жоқ па сенде мынандай мәліметтер? Қалай не үшін? Мен сенің клиентің болайын дегенмін. Не үшін дейсің ба? Қазақ тілі не үшін дейсің ба? Сен қазақсың ба? Иә. Аха, мемлекеттік тілі қандай? Қазақ тілі. Сонда неге сондай сұрақ қоясың? Не үшін? Жоқ бізде тоқар орысша. Енді істеу керек қой, бауырым. Хорошо. Жарай ма? Бастықтарына айт, мына жерге қазақ тіліне істейсің. Ресейде жүрген сияқты болдық, Ресейде. Не үшін дей ма? Қазақтарға өзімізге керек емес, е? Не үшін? Мұнда бүкіл не, қара. Ақпараттар. Тек орыс тіліне. Сізде ақпарат тек орыс тіліне, қазақ тіліне мемлекеттік тілде сөйлейтін
қызметкер жоқ па? Сәлеметсіздер. Қазір 1 минут, мен қазақша совсем мало понимаю. Я сейчас консультант приглашаю. Шақырыңызшы. Даже мына қарашы. Сканируйте его. Консультант келеді деді ғой. Короче, он их просит, чтобы они с нами по-казахски пообщались. Не может сам. Старший менеджер не может. Ну, я люблю только со старшими менеджерами разговаривать. И у меня сегодня такой день, я на родном языке сегодня разговариваю. Вы сможете мне поговорить? Жоқ, жаңа қазақша сөйлейтін, мемлекеттік тілде сөйлейтін не бар ма? Қызметкер бар ма? Сіз ба? Уағалейкумассалам. Менің сұрағым бар еді, мына сіздерде көрнекті ақпарат қазақ тілінде жоқ болып тұр, мемлекеттік тілде. Тұтынушылар туралы заңның 21-ші бабына сәйкес, тіл туралы заңның 21-ші бабына сәйкес, көрнекті ақпарат қазақ тілінде болу керек. Баға көрсеткіштері болсын, кез келген ақпараттың бәрі мемлекеттік тілде болу керек, ең алдымен. Сіздерде жоқ болып тұр. Сіздер басшыларыңызға жеткізуіңіз керек, сіздер біздің арыз шағымымызды. Түсінесіздер ма? Рахмет.